Assalamu alaikum құрметті көрермендер. Қазір біз Аюсайдың кіші сарқырамасында тұрмыз. Керемет сарқырама екен, ауасы тап-таза. Мына мінеке Аюсай өзені сарқырап ағып жатқан. Осы Аюсай өзені сол тармағы барады екен да, осы үлкен Алматы өзеніне құяды. Аюсай деп атаған себебі бұл жерде кезінде 90 жылға дейін Алатау бөктерінде жүрген аюлар көп болған. Сондықтан осы жерде Аюсай деп атаған себебі сондықтан. Мінекей мынау ағаш Құдайдың құдіреті дәу жар тастың үстіне шыққан екен. Қарап отырсаңыздар, мен тамырлары тастың үстінен кеткен. Тау аумағында негізінен тянь-шань шыршалар өседі. Артымызда Аюсай шатқалы, жартастар, керемет сондай көріністер. Шыршалардың биіктігі 60 метр, өмір сүру ұзақтығы 250-300 жыл.